Семейден бір қарындасымыз келатқанда қазақ тілінде емханаға кіргенде шашынан ұстап алып қазақша сөйлегенін лақтырып жіберді. Мы не обязаны знать казахский язык деп. Кәдімгі майдан соғыс болып жатыр Қазақстанда. Сіздер айтасыздар, проблема жоқ. Автобус жүргізуші қазақша аялдаманы хабарлаған үшін біз соған қатысып жүрміз, қаны кен алып. Сондықтан қазіргі заманда бізде мынау соғыс болып жатыр. Біз Руза апай, Оғыз Доған аэропортта айтқан кезде біз жаңалық қыламыз. Қазақ тілін талап еткенді. Бұл деген десоветизация, декоммунизация болмайды, біз құлдық сана. Біз қазақтар, әрбіз, сіз барыз, біз бәріміз құл болып өсіп жатырмыз. Өйткені біз аэропортта бөтен ұлтын көріп, ана қазақ тілінде сұрауға қорқамыз. Сондай халыққа айналдық. Сондықтан бұл мысалы жаңалық бұл мынау Қастерлен анау жүргізушіден Салтанат Ташенова деген шүбірлеген анау Ташенова, қазақша говори со мной на русском деді ғой, соған қарсы мына Қанекен апамыз болысты, ол осы жаңалық болу керек. Бізде керісінше мен барып бөтен ұлттан нан қазақша сұрасам, я не понимаю, я тебя не буду обслуживать. Қалай не обслуживать? Сен заңды бұзып жатсың. Мен полиция қызметкерлерін сол жерде шақырам, полицейский кеп тұрады, сүмірейіп тұрады, мен не істеймін деп. Сондықтан бізде десоветизация өткен жоқ. Бізге десоветизацияның орнына қазір Ассамблея народов Казахстана келді де, олар да бәрі де қазақ тілін менсінбейді. Сосын бұл заңсыз ұйым. Бұлар бөтен ұлтқа бірдемесе болып қалса, жүгіріп келеді. Бөтен ұлтқа, мүмкін ұйғыр, доңған болып жүгіріп келеді де көмектеседі. Полиция шақыртпайды. Ал қазақ заң бұзса, міндетті түрде сол жерде жауапқа тартады. Осы жерді ажырата білу керек. Біз неге осы құлдық сана, осы әрбір Қазақстан Республикасының азаматында жерінде дерті бар. Мен және осы студияға келатқанда маған кіріп келдім, мен осы бірінші арнаға келіп, күзетші айтады, не понял, говори на русском дейді. Қалқа, мен міндетті емеспін сен мен орысша айтуға. Кәдімгі мен онда кіргізбеймін деп сен сонда қазір кіргізесің, қайда кетесің? Сол конфликтке бөтен қазақ тілді күзетші келіп кіргізді. Сондай масқара болып жатыр. Біз нанды қазақша сұрауға қорқатын халыққа айналдық. Сосын тағы бір мәселе айтайын. Қазір біз құлдық сананы дәлелдеп берейін. Мысалы, біз мониторинг жүргізіп жатыр Қазақстан бойынша 11 қалада, Мысалы, велоспорт, теннис, хоккейге қазақша звондасаң, қазақ балаларын алмай. Тренерлер бүкіл 100% орыс тілді азаматтар немесе орыс ұлтынан. Сондықтан сол жерде хоккей, водное поло, велоспорт қазақ балалар мүлдем жоқ. Біз өз мемлекетімізде, өз қазақ тілімізде секцияға бере алмайтын ұлтқа айналдық. Осыны тоқтататын биліктен біз үміт күтпей жатырмыз. Сондықтан біз осы тіл майданы қозғалысын аштық. Осыған қосылыңыздар, есік ашық. Бәрекелді. Бақыт мырза, біздің